Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі география сабағымыздың тақырыбы ауыл шаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын орналастыру факторлары. Оқу мақсаты: Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өндірісінің қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды. Бүгінгі сабақта дүниежүзілік шаруашылық салаларын орналастыру факторларымен танысасыздар. Әр фактордың ерекшелігін талдауды үйренесіздер. Шаруашылықты орналастыру факторлары байырғы факторлар және жаңа факторлар болып екі топқа бөлінеді. Байырғы факторларға аумақ факторы, экономикалық географиялық жағдай факторы, табиғи ресурстық фактор, көлік факторы, еңбек ресурстары, тұтынушы факторлар жатады. Жаңа факторлар ғылымға негізделу факторы, экологиялық фактор деп. Аумақтық фактор аумақтағы шаруашылық саласын орналастыруға ықпал ететін мүмкіндіктер мен шектеулердің жиынтығы. Аумақтық факторлар әсіресе жер аумағы неғұрлым ауқымды елдерге тән. Онда елдер жер бетімен жер қойнауындағы табиғат байлықтарына соғұрлым бай болады. Нәтижесінде халық пен өндірісті орналастырудың да мүмкіншіліктері ұлғаяды. Жалпы мұндай елдерге Ресей, Канада, Қытай, Бразилия, Австралия, ақш, Үндістан, Аргентина және Қазақстан жатады. Мемлекет аумағы іріленген сайын экономикалық зоналарға, аудандарға, орталықтарға, табиғи және экономикалық кешендерге бөлінеді. Экономикалық географиялық жағдай факторы. Экономикалық географиялық жағдай факторы аумақтың экономикалық географиялық орнының шаруашылық саласын орналасуға ықпалы. Экономикалық географиялық жағдай елдерге, аудандар мен қалаларға қатысты. Экономикалық географиялық жағдай ұғымын белгілі эконом-географ Николай Николаевич Баранский толық негіздеген. Ол экономикалық географиялық жағдайдың негізгі 4 түрін анықтап берді. Онда ол қандай да болмасын бір елдің экономикалық географиялық жағдайын оның орталық, түпкірлік, көршілік, теңіз маңы жағдайлары шешеді деді. Мысалы, Европа мен таяу шығыстан Жапонияға баратын теңіз жолында орналасқан Сингапур, Сяньгань, Корея Республикасы елдері өте қолайлы теңіз жолы бойында қалыптасқан. Түпкірлік жағдайда болғанымен Қазақстан, Азия мен Европаны байланыстыратын өте ыңғайлы аймақта орналасқан. Жалпы алғанда 20 ғасырдың ортасынан бастап дүниежүзі халықтарының теңіз жағалауында ойыса орналасуы байқалды. Мұндай бетбұрыс негізінен шикізат пен отынды тиімді пайдаланудың нәтижесінде қалыптасады. Табиғи ресурстық факторлар. Табиғи ресурстық фактор аумақтағы табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстардың шаруашылық саласын орналастыруға ықпалы. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы индустриялану кезеңінде өндіргіш күштердің табиғат ресурстарына тәуелді дамуының ықпалы күшті болды. Кезінде Англияның көмір алаптары Мидленд, Ланкашир 19 ғасырдағы өнеркәсіп революциясының ядросы болып саналып келген. Ресейде Орал, Кузбасс 20 ғасырдың ортасына таман Қазақстанда Қарағанды көмір алаптары индустрияландырудың басты базасы болған. ГТР дәуірінде мұндай бейімделу бәсеңдеді. Табиғат ресурстары факторы қазіргі заманда дүниежүзінің көпшілік елдерінде басым түрде байқалып отыр. Әсіресе бұл кен өндіруші өнеркәсіп салаларында айқын байқалады және олар жылдан жылға жаңа аудандарды қамтып келеді. Көліктік фактор. Көлік факторы аумақтағы көлік жүйесі дамуының шаруашылық саласын орналастыруға ықпалы. Көлік факторы шаруашылық дамуының барлық саласына қатысады. Оның әсіресе ГТР дәуірінде ерекше байқалады. Көлік өнімін өндіретін және тұтынатын аудандар арасында алшақтықты жеңуге мүмкіндік жасайды. Мысалы, Ресейдің Байкал-Амур магистралі, теміржол магистралі елдің шығысында кенді аудандарды орталық аудандармен байланыстырса,
Канаданың байлыққа апаратын жол атты темір жол магистральде осындай қызметті атқарады. Қытай да өз елінің батыс, солтүстік батыс аудандарын игеруге кірісті. Аумағы үлкен елдерге жататын Қазақстанда да көлік саласының маңызы өте зор. Еңбек ресурсы факторы. Ең бірінші еңбек ресурсы деп біз еңбекке жарамды халықты атаймыз. Еңбек ресурсы аумақтағы еңбек ресурстары көрсеткіштерінің шаруашылық саласын орналастыруға ықпалы. Тұтынушы фактор. Шаруашылық саласын орналастыруға өнімді тұтынатын орталықтардың ықпал етуі. Қазіргі таңдағы жаңа факторлардың негізгі жетекші факторы ғылымға негізделу факторы. Ғылымға негізделу факторы өндірісті орналастырудың аса маңызды факторына айналуда. Оларға жаңа зерттеулер жүргізетін ғылыми орталықтар, технопарктер мен технополистер және іргелі ғылыми зерттеулер жасайтын ғылыми қалашықтарды құру жатады. Олар Америка құрама штаты, Батыс Еуропа және жаңа индустриал елдерде дамуда. Мұндай технопарктер Қазақстанда да пайда болды. Қазір біз сіздермен осы ғылымға негізделу факторындағы атқарылып жатқан өнеркәсіп саласына Білімланд сайтындағы видео материалмен танысайық. Жоғары технология заманауи ең жаңа және прогрессивті технологиялар. Жоғары технологияларды пайдалануға өту ғылыми техникалық революцияның қазіргі кездегі маңызды звеносы болып табылады. Жоғары технологияларға әдетте өндірістің ең ғылыми салаларын жатқызады. Өндірісте жоғары технологиялардың барлық салалары өңделуде. Олардың қатарына микроэлектроника, ақпараттық технологиялар, робототехника, нанотехнологиялар, атом энергетикасы, ғарыштық техника, биотехнология жатады. Жоғарғы технологиялар өндірісінің ішінде тез дамушы және танымал саласы ақпаратты технологиялар өндірісі болып табылады. Оның ішінде ұялы телефондар, телевизорлар, дербес компьютерлер және тағы басқалары жатады. Жақсы балалар, енді біздің соңғы факторымыз ол экологиялық фактор. Экологиялық фактор ГТР заманында айрықша маңызға ие болады. Өнеркәсіп кәсіпорындарын оңтайландыру, аз қалдықты немесе қалдықсыз технологиялармен тазарту құрылғыларын енгізу арқылы ластануды азайтуға ықпал ететін фактордың бірі болып есептенеді. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе мынадай сұраққа жауап берейік. Қай сала жоғары дамыған өнеркәсіпке жатады? Бұл берілген жауаптардың ішіне бірнеше дұрыс жауап бар, соны таңдап көрейік. Яғни ғылымды көп қажет ететін саланың негізі болып табылады. Олар әрине дұрыс айтасыздар, олар авиация, ұшақтар жасау және фармацевтика және электронды өнеркәсіп болып табылады. Келесі тапсырманы өздеріңіз үйде орындаңыздар, семантикалық картаны толтырыңыздар және де үйге тапсырма параграф 47 214 беттегі екінші кестені толтырыңыздар. Ол кестеде сіздер батыс және шығыс Қазақстан экономикалық аудандарының басты ерекшеліктерін анықтап, осыны кестеге жазыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.